Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде Қазақстан тарихы пәні. Алдарыңызда көрсетілген мына картаға мән беретін болсаңыздар, ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер көрсетілген. Яғни бұл жерде шығыс түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, қарлұқтар, қимақтар дегеннен басқа бізде қарлұқтардың оңтүстік батысында бір мемлекет көрсетілген. Яғни ол Оғыз мемлекеті екен. Бүгінгі тақырыбымыз Оғыз қағанаты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты экранда көріп отырғандарыңыздай 6-9 ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшелігін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Яғни сіздердің білетіндеріңіз Оғыз мемлекетінің құрылу тарихын сипаттау. Сіздердің меңгеретіндеріңіз Оғыз және Қарлұқ мемлекеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыру. Сонымен қатар сіздерде төмен жағында бағалау критерийі берілген. Оғыз мемлекетінің құрылу тарихын сипаттайды, Оғыз және Қарлұқ мемлекеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырады. Оғыз қағанаты тақырыбын ашып қарасаңыздар, сіздерде тірек сөздер берілген. Яғни Оғыз, Оғызнама дастаны, Жаңакент деген тірек сөздермен таныс болайық. Ал енді тірек сөздерге келетін болсақ, сіздерде Оғыз, Оғызнама, Жаңакент деген тірек сөздер берілген. Осы тірек сөздерде Оғыз сөзіне тоқталатын болсақ, Оғыз сөзін әртүрлі ғалымдар әртүрлі сипаттайды екен. Яғни біреулері Оғыз сөзінің пайда болуы уыз сөзінен шықты десе, екінші біреулері садақтың оғы деген сөзден пайда болды дейді. Ал үшінші біреулері өгіз деген тотемдік сөзден пайда болды деп дәлелдеуге тырысады. Оғызнама дастанына келетін болса, Оғыз мемлекетінің негізін қалаушы Оғыз ханның ерліктері туралы жазылған. Яғни Оғызнама дастанында Оғыз хан өзінің ұлдарына қол астындағы рулар мен тайпаларды бұзық ұшық деп екі топқа бөліп бергені көрсетіледі. Бұл шығарма алғашында ауызша тарап, кейін келе қағазға түсірілген. Оғызнаманың екі нұсқасы бар. Бірі көне ұйғыр әрпімен, ол Париждің ұлттық кітапханасына сақтаулы. Оны Радлов орыс тіліне аударған. Ал екіншісі Хиуа ханы Әбілғазының нұсқасы араб әліпбиімен жазылған нұсқа екені бізге белгілі. Ал енді Жаңакент деген ол Яңгикент деп келеді. Кейбір деректерде Оғыз мемлекетінің орталығы, яғни бас ордасы екен. Оғыз мемлекетінің қоғамдық құрылысымен таныса кететін болса, Оғыздардың билеушісі Жабғұл деп аталады. Ол Жабғұлдың мұрагері Инал деп аталады. Ал Иналды тәрбиелейтіндер Атабектер. Оғыз мемлекетінде кеңесшілері Күлеркін деп аталады, ал әскербасы Сюбашы деп аталады. Оғыздардың билеушісінің ұлдарына бөліп берген қанаттарының оң жағында бозоқ отырады, сол жағында үшоқ отырады. Ал құрылтай жылына бір рет шақырылады. Ал енді балалар, Оғыз мемлекеті туралы бейнероликке назар аударыңыздар. Оғыз тайпасының бастапқы мекендеген аумағы Жетісудың батысы болды. Оғыз мемлекеті кең байтақ аумақты алып жатты. Батыста Ырғыз, Жайық, Жем, Ойыл, Арал маңын, шығыста Балқаш көлінің оңтүстігіне дейінгі жерлерді, Сырдария аңғарын, Қаратау баурайын, Шу өңірін мекендеді. Оңтүстікте Хорезм, Мәуереннахр, Хорасанмен шектесті. Оғыз мемлекетінің астанасы Яңгикент қаласы болды. Оғыздардың Хорезммен, Хорасанмен экономикалық байланыстары интенсивті түрде жүріп, олардың малдары Хорасанда үлкен сұранысқа ие болды. Әрі сауда орталығы Сырдарияның орта ағысындағы Сабран қаласы. Хорасаннан Оғыздар еліне лазуритке ұқсас малахит пен лазурит әкелінген. Оғыздардың шаруашылық түрлері: жартылай көшпелі, жартылай отырықшы мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, кәсіпшілік пен қолөнер.
Оғыз мемлекеті Еуразияның саяси әскери тарихында елеулі рөл атқарды. 965 жылы Оғыз жабуы мен Киев князі Святослав арасында Хазарларға қарсы әскери одақ құрылып, Хазар қағанатын талқандайды. Бұл одақ екі жақтың да көздеген мақсаттарынан сауда-экономикалық мүдделерінен туындады. Егер Хазар мемлекетін талқандау орыс көпестер үшін шығыс елдерінің бай базарларына жол ашса, оғыздар үшін Дон, Қара теңіз маңындағы далалар мен мал жайылымдары қажет болды. 10 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекеті құлдырай бастады. Әли ханның мұрагері Шахмәлік тұсында Оғыз мемлекеті қайта күшейді. Тіпті 1041 жылы Хорезмді басып алды. Ішкі талас тартыс селжұқтарға қарсы сыртқы шабуылдар Оғыз мемлекетін әлсіретті. Осы тұста солтүстік шығыста Қыпшақ тайпаларының шабуылдары күшейді. Бұл Оғыз мемлекетінің өмір сүруін тоқтатуына алып келді. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыппен танысып болсаңыздар, біздің бірінші тапсырмамызға көшейік. Яғни кескін картамен жұмыс. Бұл жерде сіздерге Қазақстанның кескін картасы берілген және сіздерге дескриптор берілген. Бұл дескриптор бойынша сіздер Оғыз мемлекетінің шекарасын анықтайсыздар және оның орталығын көрсетесіздер. Ал екінші тапсырмамыз Вен диаграммасы. Яғни сіздер Қарлық қағанатын және Оғыз мемлекетін бір-бірімен салыстырып, ұқсастықтардың ортасына жазасыздар. Сіздерге берілген дескриптор бойынша Оғыз мемлекетіне қатысты бірінші және екінші деректер жазасыздар. Қарлық мемлекетіне қатысты бірінші және екінші деректер және мемлекеттерге тән бір ұқсастықты тауып жазасыздар. Осы берілген Вен диаграммасы бойынша сіздер Padlet тақтасынан Вен диаграммасын орындасаңыздар болады. Немесе мына берілген QR кодпен кірсеңіздер болады. Астында сілтеме берілген. Сіздер сілтемемен QR кодпен кірген кезде мынадай Padlet тақтасы ашылады. Бұл Padlet тақтасында сіздер Оғыз мемлекеті мен Қарлық мемлекетіне өздеріңіздің дәлелдеріңізді жазсаңыздар болады. Оны жазу үшін төмен жағында көрсетілген қосу белгісін басып, мәліметтеріңізді қоса аласыздар. Ал сіздерге берілген келесі тапсырма бұл тест тапсырмасы, яғни Kahoot бағдарламасында сіздер тест орындайсыздар. Сізде мынандай тест беріледі. Төменде берілген сілтемемен кірсеңіздер болады және осы кодты теру арқылы сіздер ойынға қосыла аласыздар. Барлығы берілген 10 сұраққа жауап бересіздер. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық. Яғни сіздерде берілген тақырыптың басындағы зерттеу сұрағы Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетін алатын орны қандай? Осы сұраққа біз ПТМС формуласы бойынша жауап береміз. Яғни сіздер жауап бересіздер, Қазақстанның тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны менің ойымша себебі мынандай дәлел келтіріп, соңында қорытынды ой жаза аласыздар. Демек, бұл тапсырманы орындау үшін сіздер Learning App бағдарламасына сілтеме арқылы кіресіздер немесе QR код арқылы кіріп, сол жерде сіздерге чат ашылады, сол чатта өз пікірлеріңізді қалдырасыздар. Сонымен балалар, Оғыздар Еуразия кеңістігінде түрік, қазақ, Әзірбайжан, түркмен, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт, өзбек тәрізді түркі тілдес халықтардың қалыптасуларына және олардың мемлекеттерінің құрылуына өздерінің үлестерін қосты. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.